Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Неге исламда әр нәрсені оң жақпен бастауды үйретеді? Неге мұсылмандарда оң жақ нәрселер барлығы жақсы, ал сол жақ нәрселер бәрі жаман? Солай ма? Сол жақ нәрселердің бәрі жаман деген нәрсе жоқ, әрине. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсы нәрселерді оң жақпен бастауды үйреткен. Тамақ ішкенде, киім киген кезде оң жақтан бастап кию, жатқан кезде оң жақтан бастап жату, үйге, мешітке, оқу орындарына кірген кезде оң жақ аяқпен кіріп, шыққан кезде сол аяқпен шығу, тамақ ішіп жеген кезде де оң қолмен жеп ішу. Бұның бәрі пайғамбарымыздың үйреткен тәлім тәрбиесі. Енді бұның жаңағыдай мән мағынасына үңілетін болсақ, бұны әркелкі жаңағыдай түсіндіруге болады әрине. Және де әрқайсысын жеке түрде алған кезде де өзіндік пайдасы да болуы мүмкін. Мысалы, оң жақпен жатудың өзіндік медициналық пайдасы болуы мүмкін. Ал енді жалпы алған кезде бұның мән мағынасын былай деп түсіндіруге болады. Оң түсінігі ол дұрыстықтың нышаны болып есептелінеді. Мысалы, қазақта да оңды көзқарас деп жатады. Яғни мұсылмандар әрдайым дұрыс жолда болу керек, теріс жолға түспеу керек. Ал енді сол деген түсінік ол көбіне жаңағыдай терістікті елестетеді адамға. Міне пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи вассалам осылай әрдайым оң жақпен бастауды насихаттау арқылы мұсылмандардың дұрыстықтан айырылмауына, дұрыс жолмен жүруіне баулуы болып табылады деп түсіндіруге де болады.